әрпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Ының бас әрпі 3 элементтен тұрады. Көлбеу сызық дөңгелекше ілгектен тұрады. Олар бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Үлкен жолдың ортасына қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу сызықты астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай сызыққа тигізе доға сызықпен жолды толтыра, дөңгелете сызып, үстіңгі сызыққа тигізген соң, ішке қайтара шағын мұртша жасап, оңға қарай үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу сызықты созамыз. Енді төмен көлбеу сызық жүргіземіз де, астыңғы жолға жете бере, оңға қарай төменгі сызыққа тигізе доға ілгек жасаймыз. Оның кіші әріпі де 3 элементтен тұрады. Көлбеу сызық дөңгелекше ілгектен. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу түзу жүргізіп, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай сызыққа тигізе доға жасаймыз. Оны жол ортасына дейін солға қарай иіп, мұртша жасаймыз да, сәл оңға тартып, жоғары сызыққа тигіземіз. Одан төмен қарай көлбеу сызық түсіріп, астыңғы сызыққа тигізе доға ілгек саламыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге әрпін жазуды үйрен.